Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын самса жасайтын боламыз. Оны жасау үшін көп уақыт кетпейді. Алдымен қамырды дайындап аламыз. Және ол үшін електен өткізілген ұнды ыдысқа салып, үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап ұнмен езіп аламыз. Және одан кейін разрыхлитель, тұз және 1 стакан жылы айран қоямыз. 2 столовая ложка сұйық май құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды қалауыңызша қосасыз, тек қамыр қатты болып кетпесін. Бұл пеште пісетін самса керемет болып шығады. Хош иісті және ет салмасы бар самсаны жемеу мүмкін емес. Ет қосылған самса үйдегі тамаша тағам болып табылады. Дайын болған қамырды пленкамен орап, демалу үшін бөлме температурасында 40 минутқа қалдырамыз. Енді самсаға арналған салманы дайындаймыз. Мен бесқаймақтан қалған піскен етті алдым. Және сіздер қалауыңызша фарш немесе басқа да еттер қоссаңыз болады. Етті, жуаны, картопты майдалап турап, үстіне бұрыш тұз салып, және 2 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Қазір достар, видеода ерекше бір құпияны айтатын боламын. Сіз қай қаладан боласыз? Және сіз жақта қалай жасайды комментарийде бөлісіп отырыңыздар. Видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыз. Мінекей қамыр дайын болды. 2-ге бөліп, ұзынша қылып формаға келтіріп, әрқайсысын онға бөлеміз және барлығын дөңгелек етіп формаға келтіреміз. Беті қатып қалмау үшін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Дөңгелек қамырды алып, дөңгелек етіп жаямыз және қатты жұқа болмау керек. Осылай барлығына салмасын салып, жақсылап формасын келтіріп бөгеміз. Осылайша қалған қамырды жасап шығамыз. Сіздерге бір құпия айтайын.
Жұмыртқаның құр өзін жаққаннан гөрі сүт қосылған жұмыртқаның сарысы жарқын және әдемі түс береді. Дайын болған самсаны пергаментпен қапталған пісірме ыдысқа салып, бүккен жағын төмен қаратып қоямыз. Және ыдысқа жұмыртқа сарысын сүтпен біраз қасықпен араластырып, самсаның бетіне жағып шығамыз. Үстіне кунжут сеуіп шықтым және қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің жасаған самсамыз дайын болды. Өте дәмді болып және сочный болып, өте күшті болып пісті. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бауырларыңызды, үй-іштеріңізді осы рецепт арқылы самса жасап қуантыңыздар. Менің каналымнан осы рецепті көріп қарағаныңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.